бүгін $100,000 сатылған бұқаны көргің келе ме? Бізбен бірге бол. Құрметті ақбас өсірушілер қауым, қазір біз Монтана штатындамыз. Американың ең солтүстік жағында орналасқан штат. Бұл жерде қазір көктем айы болса да, бірақ өте салқын және желді. Яғни бұл біздің Қазақстандағы мал өсірушілер қауымдық фермаларындағы ауа райымен өте ұқсас. Яғни осындай жағдайда Америка құрама штатында, осы Монтана штатында малды қалай өсіріп жатыр және де қандай генетиканы, қандай мал түрін өсіріп жатқан біз қазір көріп, соны өз елімізге алып келуге біз өз ептігімізді тигізіп жатырмыз. Ал бүгін біз Монтана штатында мұнда Герефорд өшірісі шаруа қожалыққа келдік. Мұнда қазіргі таңда аукцион көреміз. Шаруашылықтың өзінде тұрып аукцион сатады малдарын. Осы бұқаларды аукционға шығарып көреміз. Қаншалықты бағаға сатылатыны. Бізбен болыңыздар, көріңіздер. Біз қазір бірінші аукционның лотын көректеп жатырмыз. Бірінші лотымыз өте бағалы бұқалар бірінші лотта шығады. Сол себепті қазір күтудеміз. I think without any further ado, I'm going to introduce your host for the day. You can kind of introduce the family, tell a little bit about this. Бұл аукционымыз онлайнда өтеді. Really good breeders of stock there is in the world. At this time, let's give Jack, Trisha, and all the family a big hand for all the hospitality. Қонақтарды қазіргі таңда қарсы алып жатыр. Қатысушылардың бәріне шаруашылық туралы тарихын кішігірім Мұнда бүгінгі таңда біз көріп тұрмыз. Жан-жақты штаттардан келген сатып алушылар, өзім жеке көрген машинелердің номерлері бойынша Техас, Калифорния, Огайо штаттарына жаңа біз қызықты бір ақпарат алдық. Не себепті аукционда тез айтатыны, өйткені біріншіден тез сатылу керек, бұл азарт оятады екен, және де қызушылық пайда болады екен. Біз қазіргі таңда алдық, аукционер ортада тұрған бұл ақш еліндегі ең танымал аукционер. Оған ең үздік шаруашылықтар осыған ақша төлейді, сол кезде келеді. Бұл сөйлеген кезінде де тез сөйлейді екен. Көрініп тұр ең мықты аукционерлердің бірі. Жаңа тағы қызық ақпарат алғанымыз бұл аукционды ұйымдастырушы шаруашылықтың өзінде және қосымша компания келіп интернет арқылы және тіркеуі бар сондай заттарды өзіне алып өздері ұйымдастырады екен. Make things there is in the world, buy them with confidence, they'll stand behind them. Let's bring on that first one. We got a great set of these bulls to sell. We're going to sell them to you in rapid fashion. He'll be your 4137 bull. He'll be one of the great bulls I believe we've sold in this range. Jack, go ahead. Бұқадан бастарды. Бұл бұқа туралы ақпарат берілді. Great female, and the 0159 cattle have just been. Yes, sir. Here's a big-time Holden bull with big-time figures. Look at the Baldy Maker Index, a 580 Baldy Maker Index, 153 CHP. He's a big-time bull. Here, yes, sir. He checks all the boxes. Here's a real bull. Here's a breeder's bull. Right here, give me $200,000 on a real bull. Well, give me $200,000 there now, too. You hear me a lot better at 10 now, 20. Anybody else hands gotta go 80,000 now. Al bastalda ya. All I know, you find a bull like him with his phenotype, with his look, and then you throw the figures with him. Here's a big-time breeding bull right here. Got 110, pound 20. That one, I got a 10 back here. Devin, you got to be 20. That one, give me 15. That one time anybody else hands gotta go $115,000 there. 15, 115. I sold it up at $110,000 there, 110. All right, we got Van Newkirk, it looks like, Joe. What's 237. Сколько получилось в итоге? And 199. We got Van Newkirk and 20, по-моему. And JLB, you've had two great herds of cattle. Yes, sirree. On my care table, you'll hear a whole lot more of that bull. Now we go to $4.
Here we go. 50 000 доллардан басталды уже 50 мыңнан 60 000 доллар басталып жатыр 60 000 долларға 70 000 доллар 70 000 долларға жетті 70,000 there, gotta go. $70,000 there, 70. I sold a little $65,000 there. 70 000 доллар болды ма? 65 000 доллар, 65 000 долларға сатылды бұқа. Now 60,000. 60 000 доллар, 65 000 доллар баға көтерілді. $55,000 worth in big time figures and a good pull. Give me 52.5, John. You try that. 52,500. You're going there about 5. Anybody else on the settle? 52.5. 231 and. Лот бірінші лот болды. 110 000 долларға сатылды. Мынау бұқамыз. Көрсеткіші. 50% фермеде қалып келді, 50%